Адам атаның Жебірейіл періштемен жер таласуы. Адам ата жерде жалғыз өзі жүрген еді. Ал бірде Жебірейіл періште дәл адам атаның бейнесімен жерге келеді. Адам ата болса, өзі сияқты біреуді көріп қатты таңғалады, қызғанышы қозады. Ол менімен таласқалы келген шығар деп ойлайды. Ол осылай ойлап тұрғанда Жебірейіл періште, мына тастың бер жағындағы жер менің жерім деп, адам атаның жеріне бір тас қояды. Адам ата жүгіріп келіп, жоқ, жер менікі, сен қайдан келдің деп бой бермейді. Жебірейіл періште тасты сырғытып адам жаққа қояды, ал адам оны итеріп, Жебірейіл жаққа қояды. Ол екеуі тасты сырғытып көп таласады. Соңында ол онымен күреспек болады. Жебірейіл Хазірет періште болғандықтан адам атаны көтеріп, жерге жай ғана жыға салады. Ал адам ата жығылып бара жатып, аяғымен манағы тасты ары теуіп, сырғытып жібереді, көңілі кеңіп қалады. Адам баласының бірдеңеге таласқыш болуы осыдан қалған екен. Жебірейіл періште адам атаны сынағалы келген еді, ол ғайып болады. Әр адам баласы ешкімге есе бергісі келмей, титтей нәрсе үшін таласады. Ал олардың осы қасиеті адам атаның белінде сонау ықылым заманда қайнап жатқан болатын. Оны Жебірейілмен жерге таластырған осы нәрсе еді. Адам атаны күнәкар етіп, жәннаттан құлатқан да сол болашақтағы ұрпақтарының бұзықтығы еді. Бұл қасиеттер руханият әлемінде адам атаның белінде қайнап тұрған еді. Сол қасиет адам атаны қате істеуге итермелейді. Сондықтан біз адам атаны кәпірлер сияқты кінәламаймыз, олай ету иманды кетіреді. Біз Алла қалауы деп өз қателігімізді түзеумен әбігер боламыз.